Шымкентте өткен концерттегі әсерлерімен бөліссеңіздер. Концерт шынжырыптен өте керемет өтті, концерт өте дәмді болды. Бірақ бір өкінішті жағдай фотоға түсіп мүлдем келеді. Басқасы енді бұрында әйтеуір бірдеңе случайный фото анау-мынау болатын, осы жол мүлдем келмейміз. Қалай болып, сахнадан шығып бара жатсақ, гримеркаға кірейік деп жатсақ, гримеркаға кіргізбей охрана бүйтіп бұрып алды да, одан кейін администрация машиналка қойып, бәрібір кіріңдер деп алып кетті. Сосын кейін сахнаға ол біздің ательеге келіп отырды. Шымкентте сондықтан Спекстр. Жалпы Шымкенттегі қыздарға айтарларыңыз бар ма? Айтарымыз көп. Айтарымыз. Рахмет айтқымыз келеді. Өйткені біздің егіздар өте көбейіп келе жатыр. Және де қолдауларын күшейтіп келе жатыр. Өздерінің бір айғайы күшейтіп бара жатыр. Мен өстіп рэпер болып кетемін. Ақпанда келген кезде Ақпанда келгеннен қарағанда осы жолы адамдар көбірек келді. Біз бірінші рет Шымкентке ақпанда кеттік қой. Содан бері екінші рет келдік. Адам көбірек болды. Кәдімгідей таңғалып қалдық негізі. Қайтадан таңғалып қалдық. Біз таңғала береміз, сахнаға шыққан сайын. Игілдер өткен таңғалдырудан жалықпай. Біз ешқандай таңғалдыра берсеңіздер, біз де сіздерді таңғалдыра береміз. Негізі сол, аз-маз ыңғайсыз болып қалды. Ренжімеңіздерші. Суретке түскіміз келді. Бірақ бір жағдай бар. Сурет жайында, автограф сессия жайында фан сайын митинг болады. Бүкіл қалаларда. Концерт берілген бүкіл қалаларда фан сайын митинг болады. Одан кейін жаңа программамен көреміз. Айтып берді. Фан сайын митинг болады. Сол жерде бәрінен фотоға да түсіріп береміз, видеоға да түсіріп береміз, бәрін істеп береміз. Бәрін сол кезде істеп Болашақта. Жақын болашақта. Өте жақын арада болады. Жарқын болашақ.